Мачу-Пикчу бұлттардың арасындағы жұмбақ қала. Перу тауларында биіктігі 2400 метр жерде орналасқан бұл ежелгі инктер қаласы адамзат тарихының ең үлкен құпияларының бірі болып саналады. Қызықты деректер. Мачу-Пикчу шамамен 500 жыл бұрын салынған, бірақ испан конкистадорлары бұл жерді ешқашан таппаған. Қалада 100-ден астам ғимарат, қадамдар, храмдар және су арналары бар. Құрылыс үшін қолданылған тастарды дәлдікпен қию және орналастыру таңғалдырады. Және сол тастарды биікке қалай жеткізгені әлі күнге дейін жұмбақ. Легендалар. Кейбіреулер бұл жер инктердің діни орталығы немесе патшалардың демалыс орны деп санайды. Басқалары Мачу-Пикчуды жұлдыздарға жақын орналасқан обсерватория деп атайды. Мұнда күннің және басқа аспан денелерінің қозғалысын бақылауға арналған орындар бар. Жұмбақтар. Қала не үшін кенеттен бос қалғаны белгісіз. Кейбір зерттеушілер мұны аурулар немесе табиғи апаттармен байланыстырады. Мачу-Пикчуны жоғалған қала деп атайды, өйткені ол тек ғасырдың басында қайтадан табылды. Бұл таңғажайып орын әлі де көптеген құпияларды жасыруда. Құрылыс әдістері, мақсаты және тарихы бәрі зерттеушілерді таң қалдыруда. Сіз бұл құпияларды ашуға дайынсыз ба? Лайк басып, арнаға жазылыңыз.